Сәлем достар, сізбен бірге мен Демін каналыма қош келдіңіздер. Достар, мен өте қызықты видео түсіретін боламын, және де ол видеомның аты мен бүгін Тока Бокадан новый серия, яғни жатақхана оқиғасы деген жаңа сериалды бастайтын боламын, және де видео өте қызықты болады деген ойдамын. Сондықтан да міндетті түрде тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше видеомызды көп созбай тезірек бастайық. Туй, бірше, неге звондасам алмай жатыр? Не істеймін енді? Кілтті қайға қойғанын да айтпады ғой. Әрең жеттім ғой. Сәлем, сен мына үйге келіп тұрсың ба? Я, мен осы үйге келіп тұрмын. Мен де онда осы үйге келіп тұрмын. Бұда 2 адам тұрады деген ғой. Келгеніне көп болды ма? Я, біраз оқ қалды. Кілтті қайға қойғанын білмей тұрмын. Маған айтқан кілтті мынаның ішіне салып кетем деген. Ертерек келгеніңде ғой. Ал ашайын онда есікті. Вау, мына жерде тағы да бір кілт бар сияқты. Онда мынау сенікі. Кеттік кірейік. Әрең жеттім ғой, жолдың өзі шаршатып жіберді бар ғой. Бірақ мына үй былай қарасаң өте күшті сияқты, иә, жол алыс. Айтпақшы, сенің атың кім? Менің есімім Медина. Ал сенің атың кім? Ал менің есімім Жансая. Керемет ат екен, танысқаныма өте қуаныштымын. Ендеше заттарымызды жайғастырып алайық, мына үйді бір танысып. Жүреді, онда кеттік, танысып алайық. Мына жерде бір есік бар ғой, қандай есік екен, ашып көрейікші. Жарайды, мен ашып көрейін. Бұл жер типа заттарымызды қоятын, киімдеріміз қоятын жер ғой. Давай бөлісіп алайық. Онда мына менікі болсын, онда мына шкаф менікі болсын. Жарайды, болды, бөлісті, ендеше қалған жерлерді көрейік. Вау, мына жерде заттардың прям бәрі толып тұр ғой. Осының өзіне ақша төлеген жоқпыз ба біз осы заттарға? Холодильникті көрейікші, ең қызға маған сол болып тұр. Вау, холодильникті прям толтырып тастапты. Онда кеттік, ары қарай көре берейік. Мына жерде бізде туалет, прям отель сияқты зор, иә? Мына жерде бізде ұйықтайтын жер. Мен астына жатайыншы, мен төбесіне жатсам, мен түнде ұйықтағанда астыға құлап кетем ба деп қорқамын. Маған төбеге жатқан ұнайды. Анандай қорғап тұратыны бар ғой. Білмеймін, маған сонда да ұнамайды төбеде жатқан. Мен астында жатайын. Ал мен онда төбеде жатам. Болды, келістік. Жүр, онда заттарымызды жайғастырайық. Иә, бұл жаққа басқа ешқандай артық қыз келмейтін шығар, иә? Я, вроде келмейді. Бағана келіскенде шкафымызға заттарымызды қояйық. Мен суға дейін алған ғой. Керемет. Мен жолда ішіп қойдым суды. Өйткені жол алыс болғандықтан, мен жама жолеп кеттім. Мен зат өте аз әкелдім. Мен де затты көп әкеле алмадым. Енді алдағы уақытта заттарды алатын шығармыз, иә? Оны кілтімді өзім болдым. Мен заттарым жағастырып болдым. Екеумді киіп алайын, үйді кішкене реттестіріп жағастырып алайық. Набадокта өлә, жол бойы тағып келген шығарым. Мен чипсы бар, менде жейсің ба? Мен ба? Давай жейік. Мен ішке қойып қойдым, алып жей бер. Мен көп дуфия бағам ба? Біреу ағаптың ғой, бәсе. Прям көп алған сияқты көрінеді екен. Мен де екеумді киіп алайын. Қысай деп жатыр, қанша дегенмен суық. Новости көріп алайық, ше. Суымызды, чипсимізді жеп. Иә. Дәмді екен, рахмет. Суыңды ішем бола ма? Шипер өлә. Болды, біздің қасымызда байқадың ба, тағы да бір квартира бар сияқты. Иә, бір квартира бар сияқты. Бірақ ол жер бір странный көрінеді екен, иә? Маған да солай көрінді. Ол жақта біреу тұра ма? Оны алдында осы үйдің, яғни мына
Жатақхананың басшысы маған айтқан, ол жерде әлі ешкім тұрмайды деп. Жақында қыз келеді деген. Басқа ешнәрсе айтпады ма? Жоқ, басқа артық ешнәрсе айтпады, тек қана соны ғана айттым. Онда ендігі келгенде точно білу керек. Біліп алу керек, қандай қыз кепті. Ол жақ тек қана екеуміздің көзімізге ғана странный көріне ма? Или же басқалардың көзіне де солай көріне ма? Соны білу керек. Өте қорқынышты сияқты көрінеді екен. Болыпты, онда қарным ашып кетті бар ғой. Кеттік екеуміз тамақ жасап алайықшы. Тамақ жасап білесің ба? Әрине, оп-оңай ғой. Мына жерде бағана холодильникті ашқанда дайын тамақтар тұр ғой. Давайте печеньемен шай ішіп ала салайық. Жолда бірақ жеп алдық. Сен немен келдің? Мен ба? Пойызбен ғой. Неге бір-бірімізді көрмедік? Білмеймін, байқамаппын. Ойнаны бар екен, давай осыны жейік. Мынандай печенье. Керемет екен, біздің прям жағдайымыз жасап тастаған ғой. Енді ұқып тастайық үйді. Барынша ұқып тастау керек. Сен бұл жерге оқуға келдің ғой, оқуға. Сен ше? Мен де. Қай университетке түстің? Білмеймін, атын ұмытып қалдым. Білу керек, точнасын. Күшті, керемет. Үйде неше отбасысыңдар? Біз үйде 5-еуміз. Әсінде ше, біз де 5-еуміз. Керемет. Бүгін, кстати, бағана мен сөйлескенде, бүгін башым осы үйдің хозяйыны келеді. Ана үйді точно сұрап алу керек, ұмытпай. Мен қатты ұмыт кете берем. Сондықтан сен айтуды ұмытпа, жарай ма? Обязательно айту керек, оны сұрау керек. Оған бүгін қыз келеді, вроде. Бағана естіп жатқан бір қыздан, но түрін көрмедім. Әйтеуір сол номердің үйін айттым. Что-то есікті біреу қағып жатыр, Олаш, менде біреу тоқылдатыр. Кеттік көрейікші. Неге ешкім ашпайды? Или бұл мен үйім емес? Сәлем. Сәлем. Бізге онда ешкім айтпай еді ғой, үшінші адам келеді деп. Мені естіп жатқан жоқ деп ойлайсыздар ма? Бопты, жарайды. Қандай жаймен келдің, бұл жаққа не үшін келдің дегенде өзіңді таныстырып кетсең, атың кім болады? Менің атым Фатима. Негізі мен бұл үйге келген жоқпын. Мен мына жанындағы үйге келген болатынмын, бірақ бұның ешқандай кілті жоқ сияқты. Кілтті хозяиндар негізі андай бір қорапшаға салып кетеді. Соны көрсеңші? Көрсетіп беріңдерші. Мен бір шет кеп тұрғандықтан өте бір түрлі болып тұр. Сендер қашан келдіңдер? Біз де бүгін келдік. Сен бір өзің тұрасың ба? Бір өзім. Онда көрейін ана жерді. Екен ғой кілт. Ала ғой. Вау, рахмет, қыздар. Жүріңдер. Мен үйіме келіп кетсеңдерші? Жоқ, керек емес. Біздің өзіміздің үйіміз бар. Жарайды, пока. Болды, жайғастым. Енді не істесем де өзім білемін. Қалаған нәрсемді істеймін. Қалаған нәрсемді жеймін, көремін. Қандай керемет, қайға барсам да өзім білем. Бірақ мынау үй кішкене странный көрінеді екен. Ладно, кішкене тынығып алайыншы. Жаман шаршадым бар ғой. Жол алыс екен. Енді бағана қыздардың маған ана үйге кірерде бір емес қараған сияқты бар ғой. Бір қорыққан көздермен қарадым, әлі құбылжыған көзімен бе, ойымдаған көзімен бе, бірақ түсіне алмай қойдым. Бір хозяинда болады ғой, бір кілтті қолыма беріп кетсе қайтеді, ана қыздардың есігін тоқылдатып мазасын алғаным болмады енді. Хозяин қашан келеді екен? Кішкене заттарымды көріп келгенше тынығып алайыншы кішкене. Кім тоқылдатып жатыр? Что-то странный, но ешкім жоқ. Басқа ешкім жоқ па? Той бір. Бопты, жарайды, жабайын да кете берейші. Пердені кім ашты? Мен жауып кеткен едім ғой.
Что-то жаман қатты қорқып жатыр. Ана қыздарға барамын ау дейм. Ну ладно. Bir şey. Жабайын енді. Телевизор көрейінші. Тағы да тоқылдатып жатқан нес? Қорқып жатырмын. Анашыма звондайыншы. Алло, анашым. Ал қызым, не болды? Жеттің бе? Қалай жеттің? Я, жақсы жеттім. Бірақ мен тұрып жатқан общагамда что-то бір жаман дауыстар шығып жатыр. Қандай дауыстар? Қасыңда ешкім жоқ пе? Жоқ, бір өзім тұрамын ғой, қорқып жатырмын. Бопты, онда соған бару керек сияқты ғой. Жоқ, келмей қойыңыздар, жол алыс. Бола береді, бару керек соған. Бопты, онда өзің көр қызым. Біреу тоқылдатып жатса, қасындағы қыздар бар шығар? Я, бар. Онда сол қыздарға алып, жарай ма? Жарайды, онда сау болыңыз, бопты. Жаман қорқып жатырмын. Жансая, бағанағы странный ана қыз кіріп кетті ғой? Я, сол қыз кіріп кетті ме? Ары қарай не болады екен? Я, мен көзіме де странный көрінді. Не істейміз енді? Хозяин неге келмей кетті? Келгеніміз жаңа ғана ғой? Қызықсың. Енді келу керек қой, біз шақырған едік қой. Я, келу керек, бірақ онысы да бар. Мен ана қыз үшін, өзім үшін емес, ана қыз үшін уайымдап жатырмын. Өте странный болған үйге бірінші рет вроде сол қыз келіп тұр. Қанша осы жерге келгенде вообще ол қаңырап бос тұратын еді. Ладно, енді көрейік. Бағана хозяинға тағы да звондайыншы. Алло, саламатсыз ба? Саламатсың ба? Қалайсыңдар, кіріп жайғасыңдар ма? Я, жайғастық. Бопты. Не ғой қызым, бүгін мен келем айтын болдым. Бүгін бір жұмыстарым шығып қалды еді. Ертең келетін боп қалдым. Бопты, жарайды. Ренжімеңдер, Я, ренжімейміз. Ой, ол да бір ертең келем дейді ғой. Ана қыз енді жайы қалай болады екен халі? Давайте кешке далаға серуендеп қайтайық. Сол қыздың номерінде маппыз. Кешке сол қыз шығып қалар, я? Или мына коридордарда жүре тұрайық. Я, сол қызды күтейік. Что-то коридордан бір дыбыстар шығып жатқан сияқты. Ана қыз шыққан сияқты, я? Я, вроде шықты, жүр кеттік көрейік. Как раз біз сені іздеп келіп едік. Қалай, жайғасып алдың ба? Я, жайғастым. Неге настроенияң жоқ? Просто бұл үйде бұрында ешкім тұрмап еді. Бір түрлі дыбыстар естіліп жатыр. Терезеден есік қағаме, білмеймін, бір түрлі дыбыстар естіліп жатыр. Терезе өзімен өзі қағылады, қарасам ешкім жоқ. Қош, сондай болып жатыр ма? Бұл үй бізге де странный көрінді. Біздің үйге жайғассаңшы онда, бізде 3-ші кровать бар, немесе диванға ұйықтайсың. Жоқ, керек емес. Рахмет қонақжайлылығыңа, бірақ ол болмайды. Мен өзім үйде тұра беремін, өзім үйімде. Жарайды. Далада жүрген мысықтар шығар? Мысықтар перден ашпайтын шығар? Я, бірақ ол да бар. Қоя беріңдер, мен үшін бастарында қатырмаңдар. Жарайды, бопты. Онда жайғаспасаң, өзің біл. Онда кеш батты, тезірек үйімізге кіріп жетіп алайық. Сенде қайырлы түн, жақсы ұйықтап, жақсы тұра ғой. Жарайды, если түнде тағы да бір нәрселер болып жатса, ертең хабарын айт. Жарай ма? Я, жарайды. Өзімді бір түрлі сезініп жүрмін. Бұл үйге бекер келдім бе деп қоям бір жағынан. Олай ойлама. Біз бармыз ғой, егер көмек керек болып жатса, бізге айт, міндетті түрде үйіңе барамыз. Жарай ма? Бопты онда. Любой время кездесем келесіңдер ғой? Я, келеміз, уайымдама. Жарайды, онда кірейін. Бопты, пока. Сау бол.
Мә, айттым ғой, ана үй өте странный көрінді. Ана қызға точно бірнесе болады. Үйіне кіріп қайтсам бекен. Жоқ, кірмей-ақ қойшы, қорқынышты. Как раз кеш батты, өзің де көрдің. Светтерді жағу керек. Өзіміздің халімімізді де кішкене ойлау керек шығар. Жарайды, бопты, бармасақ бармай-ақ қояйық. Бірақ ертең хозяинмен сөйлесу керек. О, как раз хозяин звондап жатыр ғой. Алло, саламатсыңдар. Саламатсыңдар қыздар, тағы да қалайсыңдар? Жақсы, бағана қалымызды сұрадыңыз ғой. Ой, бопты, қоя бер. Ертең мен сендердің үйлеріңе қонып кететін боламын. Сендерді бақылап дегендей. Жоқ, өзіміз тұра береміз, керек емес. Жоқ, мен сендердің үйлерінде болу керекпін. Мен ертең үйде ешкім болмайды, сондықтан сендердің үйлеріне бір күн қонамын. Диванда жата салам. Жарайды, онда, бопты. Күтіп аламыз. Бопты, қайырлы түн. Жақсы ұйықтап, жайлы тұрыңдар, жарай ма? Ешсе бірнесе мазалап жатса, маған айтыңдар. Бопты, жарайды. Уя, ертең келетіні жақсы болды. Сол бір күннің ішінде сол үй туралы бүкіл нәрсені біліп, сол қыздың жайын біліп алу керек. Я, міндетті түрде оның бүкілін білу керек. Білмесек, ол болмайды енді. Ой, қандай керемет, бір жеңілдеп қалдым ғой. Любой время звондасам, любой время келем деді. Бірақ түнде звондағаным болмайды. Кеш батып қалыпты ғой, ұйықтайын, құрсын. Телефон қойып қояйын. Есі біреу тоқылдатып жатыр ма? Ну, жарайды, ұйықтай берейін. Бір тыныштық бермейтін болды ғой. Тағы кім тоқылдатып жатыр? Көрейінші барып. Ешкім жоқ. Ну, жарайды. Бірақ түннің 1:30 сағат 4 болып жатыр. Почти азан болып жатыр ма? Немене бәле? Бір ұйқы бермейтін болды ғой. Қазір олар да ұйықтап жатқан шығар. Мазалағаным дұрыс болмас. Жарайды, жатайыншы. Терезені тоқылдатыр ма біреу? Терезені кім тоқылдатып жатыр? Той, бір жаман қорқып жатыр, ашып көрейін. Ешкім жоқ, дала тас қараңғы. Әлде бір ойнап жүрген балалар ма? Ну, қоя берші, жатайын. Бір ұйықтау керек маған. Болмайды бұл. Ұйықтау. Ешқандай дыбыстар шықса да мән берме, ұйықта, болды. Мезина, ана қызды барып қайту керек педі? Сөйлеп атсың ба? Ой, ұйықтатсың ба, кешір. Естідім не дегеніңді. Жоқ, бармай қойықшы, жата берекші. Ол қызды ертең жайын көріп білеміз. Ертең азанда ертерек тұрып кішкене барайық. Я, сөйтейік құрсын, бармасақ болмайды. Бопты, қайырлы түн, ұйықтайықшы, ұйқым кеп жатыр. Жол шаршадым. Бопты, жарайды. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Сразу қызға барайықшы, ана қызға. Я, жүр кеттік, кішкене жуынып алайықшы. Болды, кеттік. Су жаман шөлдеп жатырмын. Бір жағынан су ішіп алайық. Мен онда мына суды ішейін. Кеттік, тез барайық, ойла. Не болды екен? Сен азанмен кеп ағасың ба? Я, азанмен келіп алғанмын. Не болды, ұйқым кеп отыр ма? Я, түні бойы ұйықтай алмадым. Неге? Түнде неге ұйықтай алмадың? Есікті тоқылдатты. Шықсам, ешкім жоқ. Тоқылдата берді. Терезені тоқылдата берді. Шықсам, ешкім жоқ. Сендерді осы подъезде кішкентай балалар жоқ па? Жоқ, біздің подъезде өңшің үлкен адамдар ғой. Ешқандай мазалайтын ешкім жоқ. Өте керемет подъез. Ну, керемет болса керемет шығар, бірақ мен жаман қорқып жатырмын.
Онда бопты, жарайды. Түнің өте жаман өтіпті. Бүгін, кстати, хозяин келеді. Солардың қандай болғанын көреміз ғой, жарай ма? Бопты. Чөта үйде біреулер жүрген сияқты болады бар ғой. Абайла. Бопты, жарайды. Бопты, жарайды, онда мен кетейін, кішкене тынығы болмасам. Хозяин қашан келеді екен? Бүгін келеді шығар, күте тұрайық. Бірші жаман қорқып жатырмын. Өзімде емес, прям ана қызды ойлап жатырмын бар ғой. Кстати, телефон шырылдап жатыр ба? Көрейікші. Я, шырылдап жатыр екен. Алло? Мен келдім, қарағым, аша ғой есікті. Кепті, хозяин, кеттік. Ой, қалайсыңдар қыздар? Ой, жайғасып алыпсыңдар ғой? Я, жайғасып алды, отырыңыз. Бопты, күндерің қалай өтті, түндерің қалай өтті дегенім ғой. Бір күшті өтті деп айта алмаймын, бірақ өте странный болып өтті. Неге? Бізде қарама-қарсы тұрған үйдегі қыздың мүлде мазасы жоқ. Аты Фатима екен, біз онымен танысып алдық, бірақ соңғы кездері өте странный болып жүр ол қызда. Біздің келгеніміз арғы күні ғана уже осы подъезді танып алдық, бірақ ана қыз өте жақында ғана, кеше ғана келген қыз болғандықтан, оған жота бір нәрсе болып жүр. Түсінікті. Сонда сіз ол үй жайлы білесіз бе? Иә, білемін. Мен сендерге бар шындықты айтайын. Бірақ көп ешкімге тіс жармаңдар. Жарай ма? Жарайды, айтсаңыз болды ғой. Енді мен бұл үйде сендердей кезімде тұрып бастағанмын. Ұзақ тұрдым, талай рет квартираға бердім. Біраз тұрған жайым бар енді. Енді ол үй жайлы айтатын болсақ, бұрында ол үйде бір мен жас сендер сияқты бір қыз тұрған. Бір өзі тұрды болды. Одан кейін ол қыз қайтыс болды. Сосын мен де ол кезде сендер жаса едім, ол қызды сондай жаса едім. Менің қасымда бір қыз болады. Сол бізді қарама-қарсы тұрған үйдегі қыз қайтыс болып кетті. Сонымен қайтыс болғаннан кейін оны алып кетті, сонымен бірақ ол жерде әруағы қалған. Ол жерде қаншама қыздар келді, кетті. Жақында бір қыз келген болатын. Оның аты Аида деген бір қыз келді. Ол қыз өте сендер сияқты, сендерден бір 2-3 жас үлкен сол қыз келді да, ол да кетіп қалды бірақ. Не жаймен кеткені мүлде түсініксіз. Бірақ кетті. Достар, осымен видео аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Екінші сериясы менің каналымда міндетті түрде тұрады. Көріп кетсеңіздер болады. Әрине бір как будто индийский кино сияқты қызық жеріне келгенде бітіріп қойдым енді. Соны менің каналымнан екінші сериясын көре аласыздар. Ал екінші сериясында менде ана қыздың жайы не болды, сол болатын болады. Және де менде тек қана бұл 2 серияға дейін созылады. Керек, если созылып жатса, 3-ші серияға дейін барады. Тіркеліп, лайк бас кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше сау болыңыздар.